Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен 21-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі менің тақырыбым слайдты көрсетіп жіберейін. Көрінді ма? Слайд көрініп тұр ма? Иә, көрінді апай. Бүгінгі менің вебинарымның тақырыбы дүниетану сабақтарында жасанды интеллект тәсілдерін қолдану. Жасанды интеллект негіздері және оқытудағы артықшылықтары: жасанды интеллект компьютердің адам миы секілді ойлау қабілеті. Оқытудағы артықшылықтары: жасанды интеллект жеке оқытуды, тиімді бағалауды және интерактивтелендіруді қолдайды. Қиындықтарды жеңу, рутиналық тапсырмаларды автоматтандыру арқылы мұғалімнің жүктемесін азайтады. Жасанды интеллектінің дүниетану сабақтарында қолдану әдістері: интерактивті оқыту, виртуалды ассистенттер мен симуляциялар арқылы тақырып меңгеру тиімділігі, жеке даму мониторингі. Жасанды интеллект оқушының білім деңгейін талдап, бейімделген тапсырмалар ұсынады. Жасанды интеллект құралдарын сабаққа енгізу. Мен мына жерде 3-ші сыныптағы дүниетану туристің қайда саяхаттағаны дұрыс тақырыбын алдым. Осы тақырып мен үшін өзекті болды, себебі бұл сабақты өткен кезде балаларға бір дұрыс ақпарат бере алмайтын едік кітаппен. Енді мен осы жасанды интеллект көмегімен бірінші қызығушылықты ояту бөлімінде ChatGPT-дің көмегіменен сұрақ-жауап әдісін өткіздім. Жаңа сабаққа мен Google Maps қосымшасы арқылы Қазақстанның туристік нысандарымен таныстырдым. Ал Gamma қосымшасы арқылы топтарға тапсырма беріп, топтар туристік нысандар жайлы жарнамалық плакаттар дайындады. Мына жерде ChatGPT көмегімен сұрақ-жауап әдісін өткізгенде, бірінші мына жердегі тұрған оқушылардың бірінші оқушы: мен Қазақстанның тарихи орындарына саяхаттағым келеді дегенде ChatGPT қосымшасына жазып, осы арқылы ақпараттар алдық. Ал екінші оқушы: міне денсаулығымды сауықтыруым қажет деп сұрақ жаздық, оған ChatGPT жауап беріп отырды бізге. Сосын үшінші оқушының да сұрағын қойып, міне осылай оқушылар қызығушылықпенен туристік аймақтар арқылы ақпарат алды өздеріне. Міне жаңа сабақта бізде Google деген платформада Google Maps деген қосымшасы бар. Сол арқылы біз өзімізге қажетті жерлерді жазсақ, сол туралы бізге түгеліне ақпарат беріледі. Балалар келіп қызығушылықпен, мысалы мына жерде біз Түркістан, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы ақпарат алып жатырмыз. Мына жерде де басқа туристік нысандар туралы жазып, Google Maps қосымшасы арқылы жаңа сабақты түсіндік. Келесі бөлімі мына Gamma қосымшасы арқылы мен презентациялар беріп тастадым. Ол презентациялар не? Төмендегідей. Презентация қосайын деймін, қайтып қосайын. Жоқ. Қайтадан істейін. Мына жерде мысалы Gamma приложениесі арқылы солтүстік Қазақстанның туристік орындарын туралы бізге Gamma приложениесі осылай слайд жасап береді. Көрініп тұр ма сізге слайд? Міне солтүстік Қазақстанның туристік орындары туралы барлық мәліметті міне Gamma қосымшасы жасап береді. Осыны ұялы телефоны бар оқушылар телефонынан қарап жасап, міне осылай жарнамалық плакат дайындауға бізге үлкен көмегі тиді осының. Келесі презентациямыз не? Орталық Қазақстан
Сайттан шығып кеттіңіз апай. қазір. Мына жерде жаңа солтүстік Қазақстан ба, енді оңтүстік Қазақстан. Не, оңтүстік Қазақстанның туристік аймақтары. Қай жеріне саяхаттауға болады, мәдениеті, тарихы, сосын Шымкент қаласы туралы. Осының барлығын балалар қарап отырып, өздеріне жарнамалық плакаттар дайындауға бізге үлкен көмегі тиеді. Осы гамма приложениесін, гамма қосымшасына, мысалы, мен оңтүстік Қазақстанның туристік аймақтарына саяхаттағым келеді деп жазсақ, осындай әдемі жерлерін, сол оңтүстік Қазақстанның жаңағы туристік аймақтарының барлығына осылай мәліметтер жазылған. Осыны оқушылар пайдаланып, топтық жұмыс жасайды. Сосын үшінші топ солтүстік, енді оңтүстік, орталық Қазақстан. Мына орталық Қазақстан осылай үш топқа осындай үш түрлі презентация беріп тастаймын да, осы арқылы оқушылар өзінің жаңағы жарнамалық плакаттарын жасайды. Сосын осылай топтық жұмыс жасап, ары қарай қорытынды бөлімде жаңағы жасаған жарнамалық плакаттарын WhatsApp желісі арқылы бір-біріне жіберіп танысады. Мына жерде мен кері байланысқа Classroom Screen қосымшасын алдым. Бұл жерде Classroom Screen қосымшасында кері байланыстың түрі бар. Смайликтің басып, қанша оқушы қалай түсінді, барлығын осы Classroom Screen қосымшасында көрсетіп тұрады. Осы жерде үй жұмыста мен Google Maps қосымшасы арқылы өзіңе ұнаған кез келген туристік нысанды таңдап, ол жайлы жарнамалық кітапша дайында деген тақырып берілді. Google Maps қосымшасын қолдану оңай. Google Chromeға кірсек, Google Maps деп жазсақ, кез келген оқушы ата-анасымен бірге осылай Қазақстанның кез келген аймағында қандай туристік нысандар бар, оны фотосымен, қай жерде орналасқан, қалай баруға болады деген сияқты барлық мәліметтерді ала алады. Бұл жасанды интеллектті қолданудың оқушыларға пайдасы, түсінікті оқу материалдарымен қол жеткізе аламыз. Мұғалімдерге уақытты үнемдеу, сосын сабақты жеке бейімдей аламыз. Осы жасанды интеллекттің пайдасы бізге. Жасанды интеллект қолданудағы сын тегеуріндер бізде техникалық кедергілер кездеседі. Бұл жерде инфрақұрылым мен техникалық жабдықтардың жетіспеушілігі бізге кедергі келтіретін. Сосын мұғалімдердің дайындық деңгейі, жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану үшін қосымша біздің оқуымыз қажет. Этикалық мәселелер, біз дербес мәліметтерімізді қорғауымыз керек және адам қатысуының маңыздылығы болуы керек. Қорытынды және келешек қадамдар: бірінші, жасанды интеллекті енгізуді кеңейту, жиі және жүйелі түрде заманауи технологияларды қолданып отыруымыз керек. Кәсіби дамуымызда мұғалімдерге арналған жасанды интеллекті оқыту семинарларын ұйымдастырып отыруымыз қажет. Инфрақұрылымды жетілдіруде біздің мектебіміздің техникалық базасы мен қолжетімділігін арттыруымыз қажет. Осымен менің жасанды интеллект туралы жинаған және зерттеген материалдарым осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен вебинарым аяқталды. Қысқаша осылай. Сұрақтарыңыз болса. Суретке түсіріп алыңыз апай. Барлық адам көрінбейді екен да мына жерде. Экрандарын ашып отырсаңыз апайлар. Жалпы запись жасалады.
Құдай сақтасын оқушыларда. Жан апай, Марияш, экраныңда бір ашып жібер. Сабақта да өте ме күнсіз бұл? Сабақта да өте ұрып кете ме? Рахмет, әріптестер көп. Осымен аяқталды біздің вебинарымыз. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет. Аяқтады. Қайда барасыздар сіздер? Қайда барасыз, тоқтар? Қайда барасыз?